Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Бүгінгі біздің қонағымыз ақпараттық майданда кочевник лақабатымен танылған азамат. Азеке, қош келдің. Уағалейкум ассалам, Абзал. Қош көрдік. Жобаңа сәттілік, өте қуаныштымын. Үлкен рахмет мені алғашқы қонақ ретінде шақырғаныңа. Сізге де рахмет біздің ұсынысымызды қабыл алғаныңызға. Жалпы Азеке, бірден сұраққа көшейік. Жат елдің идеологиясымен жан-жақтан келіп жатқан әртүрлі ағымдарды бойына сіңіріп алған қазақты не істейміз? Өте бір ауыр, қиын сұрақ сияқты. Негізі Абзал, біздер өзімізді постколониалды мемлекет деп есептейміз. Бізбен ғасырлар бойы, жүздеген жылдар бойы өте әдемі жұмыс жасады. Сол жұмыстан енді тәуелсіздік алғаннан кейін көп жұмыстар жасалды негізінде, бірақ әлі де аз. Біз оны әрі қарай қайтаруымыз керек. Бізде көп қазақ ол нәрсеге қатты мән бергісі келмейді, бірақ мен саған мынандай бір қызық мысалды айтайыншы. Мысалы, Мұхтар Әуезов атамыз Көксерек деген бір кітап жазып кетті. Көксерек. Ол кітапты негізінде кино түсірілді. Көксерек фильмі. Ол фильмді қараған кезде біздер кезінде бала кезімізде бір қасқыр, сол қасқырды әйтеуір әкеліп, үйіне әкеліп тамағын береді, неше түрлі нәрсесін үйретеді, нетеді. Бірақ түбінде жаңа құрмашты тістеп бір адам көзінде бір қиын образға айналып кетеді ана қасқыр. Бірақ Әуезовтің кітабын оқыған адам ол жерде ондай ойды емес, қазаққа қасқыр мінез қазақты өзінің апанынан алып, қасындағы бауырларын өлтіріп, әкеліп өзінің ережесімен өмір сүргісі келген Совет билігіне қарсы оған қазақты көрсетті. Отаршылдарға қарсы қазақты көрсетті. Біз соны түсіне алмай қалдық. Совет кезінде өте көп осы қасқырдың образын біздің санамыздан, табиғатымыздан алып тастағысы келді. Ну погоди деген мультфильмнің өзі мысалда бала кезімізден сол бір қасқыр қоянның артынан жүгіреді, я бір ақылы жоқ, я бір үлкендерге жил был пес деген мультфильм салып қойды. Жаңағыдай орман ішінде үнемі ұлып, араққа тойып, түрі де еперсіз. Осындай бір үлкен жұмыстар жүрді, өкінішке орай. Содан кейін біз өзіміз жоғалтып алдық. Бүгінгі таңда да көптеген біздің қазақтың жігіттері бар, намысшыл, ержүрек, бірақ көбісі біздің күрек ұстап жүр, көбісі бізде Яндексте жүр, өзінің кімнің ұрпағы екенін, бойында қандай рухпен қандай қанның айналып жатқанын ұмытып қалды. Біз соны қайтаруымыз керек деп ойлаймын. Ол үшін ең бірінші біз осы бірлік бағытында көп жұмыстар жасауымыз керек. Алда үлкен мәдени майдандар жатыр. Мен ойымша соған дайындық, жаңа бір Шыңғысхандарды қалыптастыруымыз керек. Енді қараңыз Азеке, демек қазаққа керегі бірлік, біріншіден, екіншіден өзінің шынымен де қасқыр мінез қазағым деп айтамыз ғой біз әрдайым. Сол өзінің шынымен де мінезі қасқыр мінез деген қазақ мойындай білгенде ғана біз өз-өзіміз табамыз дейсіз ғой. Бірақ осы жерде мен сізге бір қызық айтайын. Бәлкім көрген боларсыз, бәлкім көрмеген боларсыз. Қазіргі таңда аты жөнін айтпай қойын. Осы ақпараттық майданда бір жігіт жүр. Ол осы бір-екі күнде оқып қалдым, мынандай әңгіме айтып жатыр. Қасқыр дейді, қазақтікі емес дейді. Қасқыр жоңғардікі дейді. Сендер шатасып жүрсіңдер. Қазақтікі қыран бүркіт, қасқырдың бізге түк қатысы жоқ дейді. Бұған не дейміз? Негізі бізде біздің әкелеріміздің дәуірінде совет заманында тарих кішкене емес, мықты бір болған. Жаңағы ну погодиіңді есептемегеннің өзінде біздің аталарымызға, біздің әкелерімізге айтты, біз сіздерді жоңғар шапқыншылығынан қорғап, жаңағыдай жойылып кету үстінде болған елді панамызға алдық, құшағымызға алдық, сіздерге жаңағыдай тәрбие бердік, емдедік, оқыттық, цивилизация бердік, оған шейін сіз сол айдалада юртаның артына барып жүрген халық едіңдер деген нәрсенің арасында бізге қатысты көп нәрселерді жоңғарларға қарай итеріп жіберді. Мен ойлаймын, сол кезде мүмкін бір белгілі бір жоңғарлардан бір мықты жаңағы супермендерді, жаңағы үлкен бір халықтерді қалыптастырып, соның есесінен
қасқырды да соларға беріп жіберуі мүмкін. Содан бізден момын жаңағы қазақты Қой аузынан қонақжай, шөп қой алмас. аузынан сондай бір образды қалыптастыру бұл бұрмалаушылық тікелей. Себебі ғұнның да, түркінің да, Шыңғысханның да ставкілері, орталығы, негізгі территориясы ол біздің жерлер, біздің ата-бабаларымыздың жерлері. Егер де қазақ шынында да сондай момын болатын болса, неге азғантай қазақ осындай бір үлкен территорияға, үлкен байлыққа кенеліп отыр? Сол қасқыр мінезділігіміздің арқасы. Нас не приручить деген секілді бізді бағындыра алмаған, өзінің ережелеріне жүргізе алмаған қанша жүздеген ғасырлар бойы отарлау саясат жүр. Оның өзінде. Сондықтан ол бұрмалаушылық деп есептеймін. Жалпы жоңғар қазақ шайқасының өзінде менің ойымша көптеген асыра сілтеушілікпен жаңағыдай аңыздар көбейіп кетті. Мысалға? Мысалы енді айтып отырмын ғой, Әбілқайыр ханның өзінің Ресей империясының құрамына кіруінің негізгі факторы сол жоңғарлардан қорғану саясаты дейді. Бірақ негізінде Әбілқайыр иелік еткен жерлерге жоңғардың есі де шыққан жоқ. Шайқастар болды. Әбілқайыр барды, соғысты, бірақ Әбілқайыр басқарған кіші жүздің территориясына жоңғардың ешқандай да қаупі болған жоқ. Басқа хандықтар болды, олардың қаупі болды. Сондықтан да мен ойлаймын, мүмкін мемлекеттік бір саясат болды ма, сол халық хандықтармен жаңағы шайқастарымызды жасыру нету мақсатында біздерде мына тәуелсіздік жылдарында қазақ жоңғар деп неше түрлі мифологиялық жаңағыдай 600 адаммен барып 30 мың әскерді үйтіп саған, ананы бүйтіп саған деген секілді бұрмалаушылықтар көп деп ойлаймын. Жалпы мен өзім негізі ол ондай бір үлкен масштабта болған соғыс дегенге мен кішкене сомнениям бар. Қазақ жоңғар соғысы. Сонда Азеке, Жәңгір ханның өзінің үлкен бір ерліктерінің бірі 600 әскермен 50 мың жоңғардың әскерін тоқтатқан Орбұлақ шайқасында сен жоққа шығарып отырсың. Көптеген мифология болды жоңғарларға қатысты. Соғыстар болды дейсің. Менде енді сұрақты сол кездегі мынау Аңырақай шайқасы, Бұланты шайқасы, Қалмақ қырылған шайқастары. Жарайды, шайқастарды қойшы, мейлі. Қабанбай батыр, Бөгенбай батыр кезіндегі Наурызбай батырларымыздың, Батыр Баянның ерліктерін не істейміз сонда? Мен ол ерліктер жоққа шығарып отырған жоқпын. Олар батырлар. Олар елдің басына күн туған кезде шайқасты. Бұл жерде мәселе шайқаста емес, мысалы мынандай нәрсе ғой, асыра сілтеушілікте. Яғни біздің негізгі жауымыз ретінде жоңғарды көрсетуінде. Біз айтпаймыз, неге жоңғар хандығының хандары, жаңағы қонтайшылары Ресей патшасына бізден де көбірек хат жазғандығы. Бодандығыңа ал, жаңағы саяси одағымызды құрайық деген секілді. Немесе мен мына үлкен бір жоңғарға қатысты Бұланты Білеуті жаңағы конференцияларына барған кезде республикалық осы жоңғар тақырыбындағы көптеген тарихшы профессорлар отырған, сол кезде мен айтқам, неге бізде Бұланты немесе Аңырақай шайқасы деген кезде бізге ең бірінші ақпарат шығарады, бұл шайқастардың болуы туралы дәлел жоқ. Бұл Әбу Бәкір Диваевтың аузынан, фольклорист аузынан алынған әңгіме деп. Яғни бізге Диваев жазып берген екен, Аңырақай деген болған, Бұланты деген болған. Неге біздерде солай болып тұр? Неге біздерде жаңағыдай Әбілқайырдың основной тарихы ретте Ерофееван еңбектерін негізге аламыз деген секілді? Неге сіздер жазбайсыздар ол туралы? Неге сіздер дөп басып айтпайсыздар? Неге айтпайсыздар? Дәлелдер қайда? Неге соның барлығын енгізбейміз деген секілді? Яғни бұл жерде отарлаушы ел бізді өзінің негізгі жау ретінде аналарды қойып қойды. Бізге айтпайды, что біздің ордаға келген кезде Әбілқайырдың ордасына келген Тевкелевтің өзі айтқан, бізге қазақтардан ешқандай угроза жоқ. Бізден сіздерге бар. Біз сізге ананда, мынанда бүйтіп сөйте аламыз, сондықтан да қоя қойыңдар деген секілді тоқтатып тастаған біз айтпаймыз. Біз жаңағыдай жау жүрек мың бала деген секілді жоңғарға қарсы соғысты әрбір жерге памятниктерді қойып тастадық. Негізгі жауымыз ретінде жоңғарды қойып, жоңғардың образын аса бір мықты үлкейтіп жіберген деген нәрсені айтып отырмын да, ол олай болған жоқ. Әбілқайырдың ордасына тіпті ешқандай шайқастар болды, спорлар болды, дегенмен ондай деңгейде емес.
Енді қара, Азеке, бұның барлығы жаңа Тевкелевтің отандастарының бір саясаты деп білем мен өзім жалпы жеке ойым. Мысалға Әбілқайырды айтып жатырсың, Әбілқайырдың өзінің жалпы Ресейге қосылуын бізге қалай береді біздің көршілеріміз. Біріншісі дейді, жоңғардан қорғану үшін дейді. Екіншісі, қару жарақ автономияға ие болу үшін дейді. Үшіншісі, ең бастысы дейді, Ресейдің арқасында бүкіл қазаққа хан болу, яғни өзіне хандықты алу дейді. Ол қаншалықты рас деп ойлайсың? Так, бірінші жаңағы біз сізді жоңғардан құтқардық. Сіздер жоңғар қаупі сізді жоятын еді, сіз болмайтын едіңіз. Сондықтан Әбілқайыр келіп бізге қосылды деген нәрсені мен жаңа айтқандай. Әбілқайыр елі кеткен жерге жоңғардың ешқандай қаупі болған жоқ. Я жоңғар қонтайшысы Цеван Рабдан мен қалмақтың қонтайшысы Аюкенің арасында келісім болды. Давай екі жақтан ұрайық деп. Сол 23-ші жыл, 24-ші жылдары Әбілқайыр қалмақтармен шайқасты. Шайқастарда жаңа Тамай Есеттің өзі мысалы барып қаншама қалмақтың жерлеріне иелік етті, қанша малдарын тартып алды. Яғни ондай бір прям қорқып қояққа қосылып кететіндей деңгей емес. Екінші, қару жарақтар жағынан келетін болғанда ана кім жаңағы Волынский деген генерал-губернатор жазған, что бізде қазақтарда садақтан гөрі огнестрельный мылтық көп болған. Яғни бізде қару жоқ, жаңа найзамен жүрген аналар келіп бізді қиратқан деген нәрсе тоже шындыққа сәйкес келмейді. 20-шы жылдан кейін Әбілқайыр уже тіпті жаңағы Түркістанды, Ташкентті азат етіп отырған кезде бұл жерде жаңағыдай нәрсе, егер олар оншалықты мықты болатын болса, оны қалай азат ететін еді? Бұл жерде проблема қаруда емес, проблема возможно ауызбіршіліктің болмауында, бірліктің болмауында, бірақ бізге қару деп көрсететіндігі дұрыс емес. Тіпті Әбілқайырдың Ресей патшасына жазған хаттары да бар. Ол жақта жаңағыдай жаулап алған жерлердегі қарулар, пушкілер, соларды не істейік, қайтарайық па, алып қалайық па деген секілді мәселелер де бар. Үшінші, енді жаңағы билік ету мәселесіне келгенде де біздерде бір кішкене спорный моменттер бар. Жаңағыдай бас хан өліп қалған екен, орнына хан сайлау керек болған екен. Осы жерде Әбілқайыр ренжіп өзінің әскерін алып қайтып кеткен екен деген секілді. Мен сұрақ қойдым, қай уақытта қайшып кетті ол? Қай хан өліп қалып жатыр? Неге Әбілқайыр болмай жатыр? Қарайықшы, іздейікші, қай ханды айтып отырсыздар деген секілді. Мысалы, Әбілқайыр қазаққа мойындалған основной 11 ханның бірі дейді. Ұлы хан статусы. Ол кезде әрбір жүзде өз хандары болды. Тіпті кейбір жүздерде бірнеше хан болды. Мысалы, орта жүзде жаңағыдай Әбілмәмбет пен Сәмеке деген секілді. Әбілқайыр ұлы хан статусына ие болған. Оны тіпті башқұрттар хан ретінде мойындаған. Оны мен өткен жылы өзбектен келген профессормен сөйлескенде, ол өзбектерге де хан болған. Сондықтан да Әбілқайыр хан болу үшін деген нәрсенің өзі сәйкес келмейді. Сонымен қоса олар айтады, жаңағыдай мына Әбілқайыр башқұрттарда да аманатта болды, қалмақтарда да аманатта болды. Сонда сол жаңағыдай бай бақуатты, тып-тыныш шалқып өмір сүріп жатқан башқұрт пен қалмақты көріп қызықты дейді да. Жаңағыдай мына өзімен өзі, жаңағы Аюкен өзі жаңағы салығын төлейді, керек кезде әскерін береді, бірақ өз елімен өзі басқарып, өте бір күшті өмір сүріп отыр деген секілді. Бірақ ол өтірік. Сол кездердің өздерінде башқұрттарда, жаңа қалмақтарда өте көп қиыншылықтар болды. Тіпті мына цвет глаз дейміз ғой, көзінің түсіне орай салықтарды енгізе бастаған ғой, уже абсурдты дүнияға жеткен. Көптеген көтерілістер болып жатты. Башқұрттың жаңағы Алдар Есекеев пен Әбілқайырдың достасуының да себебі сол 18-ші ғасырдың басындағы башқұрттардың ұлт-азаттық көтерілістері. Біздің қазақ қарақалпақ әскерлері барып, қазақтың жігіттері мен қарақалпақтың жігіттері башқұрттармен бірге отарлаушыларға қарсы көптеп күресті. Біз бір-бірлерімізбен құдаласып отырдық, туыстас, бауырлас елдер ғой. Сондықтан бұлар бір-бірін өте қатты біліп отты. Әбілқайыр көріп отты аналармен жасалып отырған әділетсіздіктерді, жаңағы салықтардың абсурдтығы, ол оның бәрін көре тұра, мен де сондай қыл деген нәрсе, ол ақылға сыймайтын дүние. Біз одан арылуымыз керек деп ойлаймын. Әбілқайыр бір әділетсіз қараланған адам. Әбілқайырдың тірі кезінде шекарадан бірде-бір тіпті саудагер рұқсатсыз өте алмаған.
мүмкін кейін Әбілқайырдың өлімінен кейін біздің жерлерімізде көптеген реформалар басталды, көптеген хан сұлтандарды бір-бірлеріне айдап салу деген секілді мәселелер болды. Бірақ Әбілқайырдың тұсында біздер жаңағыдай үстіден келген қауіпті де құтқара білдік, мынаяқтан жоңғарларды да ығыстыра білдік деген секілді нәрселер бар. И сол Совет одағының кезінде жасалған әдейі пропаганда болды да бұл. Мына союздық елдер қалай Ресей империясының құрамында пайда болды дегенге бұлар жауап беру үшін жаңағы жоңғардың великий образы ақтабан шұбырынды алқакөл сұлама ойбай сендер қырып салатқан кезде біз келіп көмектесе қойдық деп. Бірақ бірде-бір рет олар бізге көмектескен жоқ, керісінше айдап салушылық нәрселер болып өтті. Мен сөзіңе осы жерде қосыламын. Негізі мен де былай әлеуметтік желіде енді айтамын осы әңгімелерді. Сол кезде маған да көбісі айтады да, біз сендерді жоңғардан құтқардық дейді. Мен оларға сұрақ қоямын әрдайым, сен құтқарған екенсің, жарайды, рахмет. Бірақ маған ең болмаса бір битваны екеуміз бірігіп жоңғарға қарсы соғысқан, немесе бір кезіндегі бір полковнигіңді, бір батырыңды, бір әскери адамыңды айтшы, бізбен қосылып жоңғарға қарсы шапқан деген кезде сол жерде ешкім жауап бере алмай қалады. Сондықтан бұл жерде сөзіңнің негізі бір шынайылығы бар деп ойлаймын. Совет өкіметі деп атсың. Совет өкіметі, негізі Совет өкіметі туралы айтатын болсаң әңгіме көп. Өте. Жаңағы біздің елімізде сол советтік заманда аңсайтын да адамдар бар әлі күнге дейін. Өзіміздің үйдегілерді кей кездері айтатындар бар, біздің кезімізде жақсы еді, барлығы керемет еді, оқу бітіресің, жұмысың дайын тұрады, пәтерің дайын тұрады деген сияқты. Және оларға қарсы біздің кезіндегі қазақтың зиялылары, мысалға, олар репрессияға ұшырады, ашаршылық болды, қолдан жасалған ашаршылық деп жатады біреулер мысалға. Сондықтан Совет өкіметін өзіңнің ойыңды білгім келіп тұр да, осы Совет өкіметіне байланысты. Жалпы не айта аласың? Сен үшін шынымен де қазақ үшін сол сәт тиімді болды ма? Әлде жаңағыдай жаман жақтар көбірек болды ма? Бұл тек өзіңнің ойың. Енді мен әлеуметтік желіде бір видео бар. Совет өкіметі ыдырағаннан кейін Америкаға көшкен азаматтың әңгімесі сондай. Мен одан кейін шок болдым дейді. Себебі бізге Совет өкіметінде өте мықты өтірік айтқан дейді. Мен соған ашуландым дейді. Менің әкемнің өмірі сол өтірікпен өтіп кетті. Бұл әлемдегі ең мықты держава, сен өте ең бақытты адамсың деген нәрсені Америкаға келгеннен кейін түсінген ғой. Нас пранканули деген секілді. Сол сияқты Совет өкіметі бір сондай өтірікке толы дәуір болды. Зиялыларды оқыта алатын, ақыл айта алатын, бірдеңе үйрете алатын біздің қаймақтарымыздың бәрін жоқ қылды. Хаттану білет бәрін жоқ қылды. Кілең жаңағыдай детский домдар мен интернаттар толтырып, сол жаққа мұғалімдерді алып келді. Дәрігерлерді алып келді. Біз сіздерді емдейміз, біз сіздерді бағып тәрбиелейміз, тағысын тағы, образование әлемдегі ең күшті деген секілді. Бірақ егерде образование ең күшті болатын болғанда, біз бүгінгі күні мынандай мемлекет болмас едік. Ол образованияның нәтижесі мүлдем басқаша болатын еді. Яғни нәтижесі болмағаннан кейін біз оны өйтіп те айта алмаймыз. Дұрыс емес тәрбие берілді да, біздің жаңағы айтқандай біріншіден рухымыз сындырып, бейшара халыққа айналдырған дәуір деп ойлаймын. И бір қызығы біздің қазіргі мына батыр есептейтін аталарымызды, тоже Кенесары ханның өзін олар жаңағыдай не деді? Разбойниктер деді. Біздің мына Сырымдатов болсын, Махамбет Өтемісұлы болсын, барлығын жаңағыдай разбойник деді. Өткенде бір жігіт жазды ғой, жаңағы қайдағы колониальный политика, ондай болған жоқ, тағысын тағы, сендер өздерің бәрін қолдап, сендер үшін бәрі күшті болды деп. Мен айтам, бізде қазақ жерінде 370-тен астам көтеріліс болды. Ол көтерілістердің барлығы тек қана жаңағыдай бір слой население емес, бүкіл бұқара халық шықты, бүкіл шаруасың да, байың да, сұлтаның да, тағы басқасы. Бізді отарлап, истреблять ету саясат болды. Біз өз жерімізде ең аз ұлтқа айналып кеттік. Өз жерімізде лаборатория дружбы народов дей бастады. Бізге көп адамдарды көшіріп алып келе бастады.
біз өзіміздің тілімізді, мәдениетімізді, манағы рухымызды жоғалтып алдық. Біз өзіміздің батырларымызды жоғалтып алдық. Біз үлгі тұтатын адамдарымызды көрмей қалдық. Біз жеті атамызды ұмытып қалдық. Вот. Әлихан, Ахмет сияқты зиялылардың еңбектерін түсіне алмай қалған адамдар пайда болды да. Бүгінгі күні стримде отыр ғой біздің қазақ жігіттері, жаңағыдай Әлиханды, я Мұстафа Шоқайды, я Ахметті барлығының еңбегін теріске шығарып, жаңағы Сырымдатовты да, Махамбетті да барлығын жаңағыдай қаралап деген секілді. Бұл біздерден осындай діл дейміз ғой, менталитеті бар адамдардың поколениясын қалыптастырып кетті. Олай болатын болса, елім, жерім, қазағым деп терлейтін адам жоқ деп жылауымыз бекершілік. Демек, сенің Совет өкіметіне деген көзқарасың енді бұл сіңген болар. әрбір қазақты үлкен қайғылы әсер еткен кезең. Әрбір қазақты біз енді 30-шы жылдары Әлиханның өзі жазып жүрсе, біз 4 миллион қазақпыз дейтін болсақ, бір какой-то 3 жылдың ішінде біз 1,5 миллионға әрең жеткен елге айналдық. Біздің 3-тен 2 қазақ қырылып қалды. Ол қырылып қалу саясаттың барысында өткенде ағаларымыз дәлелдерін айтып отыр, көрсетіп отыр. Арнайы қасақана жасалған саясат. Бар затты бермей. Оның барлығының артында не тұр? Мен білмеймін. Әлихан Бөкейхановтың мақаласында айтылады ғой, жаңа Госдумада Марков 2-ші. Бұлар Шыңғысхан мен Әмір Тамерлан, потомки от Чингисхана и Тамерлана, поэтому их надо истреблять так, как истребляли индейцев в Америке. Сондай мақала шыққан. Әлиханның сондай сөздері бар. Олар соны Госдумада айтылып тұрған нәрсе ол. Содан кейін белгілі бір үлкен саясаттар жүрді. Мүмкін олар қазақтың бойындағы рухтан қорықты. Мүмкін олар жаңағыдай қазақтың ертең бірігіп кетіп, оларға былайша айтқанда Сталин жоқ Шыңғысханнан қорқа бастады. Енді Совет өкіметінде енді сөздің ашығын айтқанда ертегіге тойып өстік дейсің ғой бір сөзбен. Дәл солай. Жаңа өз сөзіңде айтып қалдың, Мұстафа Шоқай дедің. Мұстафа Шоқайды да мен оқыған деректерімде жаңағыдай ол сатқын, ол жаңағыдай Совет өкіметін сатып кетті, ол шпион, жаңағыдай шетелде тұрды, сол жақтың менталитетін осы жаққа сіңіргісі келді, басқа да мемлекеттермен кәдімгідей қарым-қатынаста жақсы байланыста болды дегенде қауесет бар. Оны оқып та жүрміз, көріп те жүрміз, біліп те жүрміз мысалға. Одан қалса, мынау Мұстафа Шоқайды жалпы қазақ халқы құрмет тұтады. Оны өзің білесің, Әлихан Бөкейхановтармен, жалпы Алаш ордалықтармен жақсы қарым-қатынаста болған Мұстафа Шоқай дегенде әңгімелер бар. Кейбір деректерге сенетін болсақ, Мұстафа Шоқайды шетелге жіберген дәл осы Әлиханның өзі дегенде әңгімелер бар да. Жалпы мен сенің Мұстафа Шоқайды жақсы зерттегеніңді білем, ол туралы көп оқығаныңды білем. Осы Мұстафа Шоқай деген тұлғаны толықтырып ашып айтып берші бізге. Айтатын ештеңе жоқ, оны әділетсіз қаралушылық жүріп жатыр. Оған табылатын айып неміс жаңа фашистерге жұмыс жасаған, фашистерді әлем жаман деп мойындаған. Сондықтан да ол жаман. Яғни өзінің еліне қастандық жасаған, шетелде жүріп, шетел елдерінен қаржы алып, солардың интересінде жұмыс жасаған деген айыпты тағады. Мен айтам, ешқандай қағаз жоқ дәлел. КГБ СССР 80 жыл бойы осы Шоқайды қаралап, бізден алыстатқысы келді. Бірақ бірде-бір дәлел жоқ. Түрлі заказной кітаптар, тағы басқа нәрселер болды. Жаңағыдай үйіне бір пленныйды әкеліп бешбармақ берген деген секілді. Жаңағыдай концлагерлерге барып қазақтармен кездескен деген секілді нәрселер бар. Бірақ Шоқай ол Түркістан легионы құрылмай тұрып, өмірден өтіп кетті. Идея болуы мүмкін. Мен бір үлкен ағамызбен сұхбаттасқанда сол кісінің айтуы бойынша, белгілі бір Риббентроппен келісімдері болған. Егер мен сөйтіп жасайтын болсам, сендер бүйту керексіңдер деген секілді. Мысалы, жаңа Мұғалжар тауынан былай қарай өтулеріңе болмайды деген. Бірақ ол келісімдер просто әңгіме жүзінде қалып қойған нәрселер.
Еш қайсы да орындалған жоқ. Шоқай өзінікінде орындаған жоқ, Риббентроп өзінікінде орындаған жоқ. Кейін оны жалғап кеткен адамдар бар, ол официальный ашық әңгіме. Енді мына жерде просто бір әділетсіздік туындайды. Шоқайды қаралап отырғандар көбіне сол жаңағы отаршыл саясатты қолдаушылар, СССР 2.0-ді құрушылар, вот солар айтады, міне шетелде жүрген, ақша алған, жаңағыдай мына жерде жүріп мынандай газетке жұмыс істеп, мынадан ақша алған, кейін жаңағыдай немістерден жұмыс жасаған. Мен айтам, жақсы, Ленин біздің атамыз, Ленин біздің бабамыз деп жүрдіңіздер. Ленин шетелде болған жоқ па? Ол бүкіл Европа астаналарында жылда өмір сүрді. 1907 жылы уже Герман социал-демократиялық партиясының өзі Лениннің партиясына тікелей ақша беріп отты. 1907 жылдан бастап. 16 жылы, 1916 жылы Ленин жаңа Бёрндағы немістердің посольствосына барып, 3 сутка соның ішінде болды. Сояқтан шыққанда оған 3 миллион рублей ақша берген. Совет жерінде көтеріліске, жаңа революционный деятельностьке деп. Правда деген Лениннің газеті бар, основной. Сол Правданың өзін немістің жағы сыртқы істер министрлігі қаржыландырып, аяққа тұрғызып бергендігі туралы солардың министрі жазған кайзерге. Оның барлығын ақш 1962 жылы мына ақш пен СССР арасындағы жаңағы не дейміз жаңағы холодная войнаның кезінде Германиядан Берлинді алған кездегі архивтің документтерін ашығынан жариялай бастады. Міне сіздің совет билігі, міне мынадан ақша алған, жаңағына қалай түрлі фондтармен, түрлі нелермен Ресейдің жеріне қаншама қаржы құйылып, жаңағы соғыс батырған, бірінші дүниежүзілік соғыс болып жатырғанда, сол соғысқа қатыспай қаруыңды таста деген үгіт насихат жүргізген сол советтер партиясы. Бірінші дүниежүзілік соғыста империяның ұтылуына тікелей әсер етті. Сол соғыстан шығару үшін Германия сол жақта үлкен бір былықтардың, тәртіпсіздіктердің болуына заинтересован болды. Сондықтан да егерде біздер Шоқайды ол ракурспен қарайтын болсақ, ол Лениннің қасында мүлдем деңгей емес. Лениннің ол жағын айтпайтын болсақ, ол біздің тұлға ғой деген секілді, онда біз неге Шоқайды айту керекпіз? Ешқандай келісім жоқ, ешқандай доказательство жоқ. Болды. Оны шақырып алғанда да ол өзі барған жоқ Ленин құсап. Соғыс басталған кезде бірінші дүниежүзілік соғыс, ұлы отан соғысы емес, бірінші дүниежүзілік соғыс басталғанда Германия Европадағы барлық жаңағыдай зиялылар жинай бастады. Кімнің қандай бір елде ықпалы бар, яғни Шоқайдың өзін против оның волясына қарсы алып кетті. Жалғыз Шоқайды емес, көп адамдар. Оларға сондай бір ұсыныстар, сауда келісім шарттар жүрді, бірақ Шоқай өзі сол концлагерлерді көргеннен кейін ол айтып кетті. Гитлерің дәл Сталин сияқты тиран адам, мен онымен жұмыс жасамаймын. Ол өзінің аузынан шыққан нәрсе. Сондықтан да Шоқай бүгінгі таңда әділетсіз қараланып жатыр. Қазақ зиялылары ол кездерде мына жалғыз Шоқай емес, бізде қазір мода болып кетті, жаңағыдай совет билігін жаңағыдай басқарған жаңағы Жүргенов болсын, Сәкен Сейфуллин болсын, Тұрар Рысқұлов болсын, ой, бұлар қызылдарға жұмыс жасаған. Ой, бұл Шоқай жаңа исламист. Олардың әрқайсының өзінің көзқарастары болды. Ол қазіргі мына саяси партиялар сияқты, біреуі ауыл партиясымыз дейді, біреуі ақ жолымыз дейді, біреуіміз аманатпыз дейді. Алашорданың өзінің бағдарламасымен өзінің бағыты болды. Дәл сол сияқты Мұстафа Шоқайдың да өзінің бағыты болды. Мұстафа Шоқай ол мына түркі елдерін біріктіріп мұсылман империясын құрғысы келді. Алашордалықтар айтты, біз ұлтшылдар партиясы боламыз, біз тек қазақ үшін ғана деген секілді. Ал жаңағы Сәкендер, Жүргеновтер, олар интернационалистер болды. Олар ұлтқа бөлінбейміз, біздер бүкіл әлем бойынша жаңағы әлемдік революция жасаймыз. Сондықтан да олар қалай болғанда да қазақтың жігіттері біз Сәкенді советке қызмет еттің деп айыптауымыз бекер. Себебі біз айттық қой, осы 24-ші жылы қазақ деген атауды қайтарып берген осы Сәкен Сейфуллин. Кеше президентімізде ұлттық құрылтайда айтты. Давайте называть казахов казахами. Исправим ошибки деп көтеріп, бізге қазақ деген атауды қайтарды. Біз оған дейін киргиз болдық, киргиз кайсаки болдық. Аналар шатаспасын деп бізді басқаша атап жүрді. Соны қайтарып берген Сәкеннің өзі. Біз сол үшін ғана оны сыйлауымыз керек.
Бізге мына театрлардың барлығын бүкіл мәдениет саласын неткен Жүргенов мысалы, Рысқұловтың қанша еңбегі болды, біз оны тек СССР-ге жұмыс жасады деп қаралауымыз бекершілдік. Жаңағы мен ана бір видеоны түсіргем, өткен жылы сондай бір тенденция болды қазақтың арасына, сен анау шыға бастаса, бұл сатқын, қазақтың ішінде сатқын көп болған, жаңағы репрессия кезінде жаңағы өзбектен 3 адам, қырғыздан 5 адам, қазақтан 25 мың адам атылған, оның бәрін сатқан, жаңағы абзал қара сартып, жаңағы шәкәрімді өйткенде бүйткен деген секілді әңгімелер өткен жылдары көп болды. Ол біздің бойымызда бір-бірімізге деген сенімсіздікті ұялату ғана. Ертең айтады, абзалға сенбе, ол сен сатады, ол деген сондай адамдардың ұрпағы деген секілді. Біз осының бәрін теріске шығаруымыз керек. Сәкенге де, Рысқұловқа да, Жүргеновке де, Әлиханға да қазіргі таңда жететіндер деңгейі жоқ. Біз ұсақталып кеттік. Мықтылардың бәрі сол кезде кетіп қалды. Олардың жеке саяси жаңа көзқарастарына біз айып тағатындай ешкімбіз. Олар біздің аталарымыз, еңбектері сіңді, мойындауымыз керек, бәрін бірдей құрметтей білуіміз керек. Тек біреуін таңдап, анау жаман деп айту, ол баланың ісі. Жаңағы сен айтып өткен ата-бабаларымыздың барлығының соңы бір дүние болды да. 37-38 жылдар. Өзіміз білеміз, не болған, үлкен репрессия болды. Жаңағы қазақтан 25 мың кетті деп те жүргендер бар, оны да естіп жүрміз. Енді бұл жерде мынандай байланыс болып тұрған жоқ па? Жаңа өзің айттың. Әлиханның жазғаны бар дедің. Думада кәдімгідей бұлар да кезінде Шыңғысхан деген болған, Әмір Темір болған, бұлар солардың ұрпақтары, сондықтан бұларды жаңағы индейцтер сияқты қыру керек деген дүниені Думада айтқан, соны Әлихан жазды дедің мысалға. 37-38-де біздікілердің бәрін қырып тастады. Байланыс жоқ па? Байланыс бар. Тіпті 37-38-дің өзінде байланыс бар. Мен көп айтам. Біздің әскерлер кезінде сол Ресей жеріне 37-38 жылы Батудың Европаға жорығы, соның ішінде Ресей жеріне кіріп, орыстың жеріндегі жаңағыдай көптеген қалаларды өртеп, қаншама нәрсені істеуі сол 37-38 жылға келіп тұр. Біздің жерде сондай нәрсені жасау 37-38 ол үлкен идеология. Біз ондай нәрселерге мән бермейміз. Бірақ беру керек. Біз ойланып, біз түсінуіміз керек. Егер бізді сен Шыңғысханның ұрпағысың деп қырып тастайтын болса, біз неге бүгін ол моңғол деп отырмыз? Мен айтам, ладно, ол моңғол болсын. Бірақ біздің тарихымыздың бәрі соның ұрпақтары ғой. Онда давай Әлиханды да моңғол деп айтайық, ол прямой ұрпағы. Давай Абылай ханды, Кенесарыны, бүкіл Тәуке бәрі Шыңғысхан тікелей. Біз Шыңғысханның үлкен ұлының ұрпақтарымыз. Үлкен ұлының ордасы біздің мемлекетіміз. Алтын орда деп айтамыз, ақ орда деп айтамыз мысалы. Сол біздің территория. Басқа чеңгизиттерге қарағанда біздерде көп жерде өзіміздің биігірек статусымыз болған. Соны жоғалтып алып тұрық қой. Шыңғысхан деп атсың. Қазір жүр біреулер Шыңғысханды моңғол дейді. Жаңадай мен де бір-екі видео түсірген кезімде сендер Шыңғысханға Алтын Ордаға не қатыстарың бар, олар моңғолдар ғой, сендер кім едіңдер дегенде әңгімелерді естіп жатамыз. Жалпы енді өзің Шыңғысханды бастадың. Шыңғысханды қазақ қылып отырсың қазіргі таңда. Ал осы жерінен толығырақ айтшы, түсіндіріп кәдімгі анау. Шыңғысхан деген ол біз бұл жерде түсінуіміз керек. Бұл тұлғаны айтқан кезде біз оны адам ретінде емес, идея ретінде қарастыруымыз керек. Шыңғысхан ол идея, идеология. Жеке адам емес, оның туған жері, оның бойының ұзындығы, сақалы, көзінің цветі емес, оның істеген тірлігі маңызды. Оның айтқан дүниясы, жеткізген нәрсесі, артынан қалдырған дүниясы біз үшін қызық. Мен жаңа айттым ғой, біз Шыңғысханның үлкен ұлының ұрпақтарымыз. Билік статустарында бізде көбірек болды полномочия. Барлық ставкілер ұлы империялардың, Шыңғысханның да, түркілердің да, ғұндардың біздің жерлерден өтті. Біз соны жоғалтып алдық. Шыңғысхан соны қайтарды. Одан кейін көп адам соны істегісі келді, бірақ істей алған жоқ. Шыңғысхан бұл идея. Үлкен идея. Мысалы біздер бүгінгі күні Геннадий Головкинді өзіміздің қазақстандық есептейміз. Оның істеп атырған еңбегінің бәрі Қазақстан үшін.
Ертең бір 100 жылдан кейін біреу шығып, гена қазақстандық емес. Ол негізі бұнақта былай деген әңгімелер, ол абсурдты дүние. Яғни Шыңғыс ханды бізден алыстату үшін оны тек қана моңғол деп айтуы бекершілдік. Оның жазылған жаңағы еңбектерінің өзінде де көп нәрселерде бұрмалаушылықтар көп. Кез келген қазақ түсінеді, что Шыңғыс ханның істеген, мысалы айтатын болсақ, бізде ең негізгі жауап жоқ сұрақ бар. Егер әлемді, егер осы территорияның барлығын моңғолдар жаулайтын болса, неге моңғол тілінің ізі жоқ? Неге түркі тілінің ізі бар? Неге Европадан келген барлық саяхатшылардың бәрі неге жазған жоқ оны моңғол деп, оны түркі деп жазды? Неге мысалы Грузия жеріне кіріп отырғанда Грузияның патшайымы жаңағыдай Рим папасына жазды Тартарий деп? Неге монголый демеді? Неге тағы басқа? Тартарий, Европа бізді Тартарий деп атады. Тартарий деген ол преисподня, жаңағыдай тозақтан шыққандар, қорқыныштылар деген жаман бір ойдағы сөз Тартария. Соны Совет билігі кезінде монголо-татарская ига деп бұрмалап қойды. 1962 жылы Шыңғыс хан туғанына 800 жыл деп Монғолияда үлкен той жасайын деп отырған жерінен Совет әскері кіріп, оның бәрін тоқтатып, жаңағыдай шенеуніктерін бәрін қамай бастады. Не үшін? Егер ол моңғол болатын, Шыңғыс хан 800 неге тойлай бермеді? Қорқып кетті. Неден қорқып кетті? Потому что Хрущев пен Мао Цзэдун ұрсып қалды сол кезде, қырғи қабақ бола бастады. Мао Цзэдун сол Мао кездегі Цзэдун Қытайдың басшысы. Қытайда ақпарат көп. Олар 2000 жылы тіпті Шыңғыс ханның моласы Шыңжаңда деген нәрселерді шығара бастады. Барлық ақпарат Қытайда бар. Совет билігі қорқып кетті, мына жерден кішкентай Монғолияны қырдық та Шыңғыс ханды беріп қойдық. Ертең немесе бізді қазақ арасында айтады, егерде Шыңғыс хан моңғол болатын болса, неге оның балдарының, өзінің, әйелдерінің көбісі қазақ руларынан шыққан? Неге қасындағы қолбасшылардың барлығы қазақ руларынан шыққан? Неге ол моңғолдардан шықпайды деген секілді. Осындай мәселелер бар. Бұл жерде біз Шыңғыс ханның қанына емес, істеген затына таласып отырмыз. Біз мақтана аламыз. Мен өткенде айттым ғой, старший сын с каждой семьи деген заңның өзі біздің жерімізде таралды. Тіпті сол жаса заңдарының ең негізгі бөліктерін біз әлі күнге дейін қолданамыз. Әлі күнге дейін айтылады. Бізге ол басқаларға қарағанда жақынырақ деп ойлаймын. Талас енді болады әрине, бірақ кез келген қазақ оны өзіне қабылдайды. Бұрмалаушылықтар көп, но уақыт өте келе түсінеді деп ойлаймын. Үлкен ұлы деп отырсың бағанан бері. Мысалға біздің еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырза әр құрылтайда әрқашан айтады: біз Алтын Орданың тікелей мұрагеріміз, біз жошының ұрпағымыз дейді. Және сол президентіміз өзі кәдімгідей бұйрық беріп комиссия құрды. Алтын Орданы және жошы ұлысын, жошының өзін толыққанды зерттеу үшін. Мысалға жақында фильмде, сериалда түсіріледі деп жатыр жошы туралы. Біздің президентіміз келгелі бері қазақта құрылтай деген дүние қайта оралды деп айтуға болады мысалға. Және сол құрылтайдың өтетін жерлері де жайдан жай таңдалмайтын сияқты. Мысалға Ұлытауда неге өткізеді? Себебі Алтын Орданың құрылған жері, жошының жатқан жері. Мысалға, одан кейін Атырауда өткізген кезінде кейбір адамдар түсінбей қалды, Атырауда не болған деген сияқты. Атырауда алып қарайтын болсаң, кезіндегі Сарайшық қаласы. Сарайшық қаласы дегеніміз сол Алтын Орданың астанасы. Және Бағдатпен көлемі жағынан Бағдаттан қалмаған, үлкендігі жағынан дегенде әңгімелер бар. Мысалға, шынымен де үлкен кәдімгі ауқатты қала болған деп айтуға болады. Одан кейін Түркістанда бар. Құрылтайдың ішінде осы жақындағы құрылтай енді Бурабайда өтті. Бұның барлығы негізі жайдан жай жасалып жатқан жоқ, бұл идеология. Мысалға, шынымен де біз жошының ұрпағы екенімізге, шынымен де Алтын Орданың тікелей мұрагері екеніміздің нақты дәлелі деп ойлаймын жеке басым. Және жошыны алатын болсақ, қазақтың тікелей атасы. Бірақ жошыға қарағанда оның ұлының, Батыйдың қазақ мемлекетіне қосқан бір үлесі зор сияқты емес пе? Енді ол жошы дегенде оны біз тағы да адам ретінде қарастыра алмаймыз. Сол тұлға идея.
жошы ұлысы оның атына берілді. Одан кейінгі оны жасаған ұрпақтардың барлығы сол ұлысқа есептелінеді ғой. Мысалы Қазақстан президенттерінің өзін жасаған реформалары, еңбектері ол Қазақстанның еңбегі болып есептелінеді. Сол секілді Алтын Орда дәуірінде жасалған барлық жетістіктердің бәрі сол жошы ұлысының жетістігі болып есептелінеді. Олардың барлығын біріктіретін нәрсе сол атасы жошы. Енді қараш, біздерде кейбір қазақтар кейде түсінбейді. Біздер кеше ғана бір қой баққан ел сияқтымыз, ашыдық киіз үйде, қаяқтағы цивилизация, қайдағы Алтын Орда, не айтып отыр, қайдағы әлемдік цивилизация. Бізден жойып тастады оның барлығын. Мына Алтын Орда дәуірінде Европадан келген саяхатшылар сол Алтын Орда жерінде целый қалалардың көшіп келатқанын көрген. Кәдімгі Қала целиком көшіп келатыр, еще ана юртаның үстінен түтін шығып, ішінде тамақ пісіріп жатыр. Сондай нәрселер болған. Сонымен қоса біздерде адамдар бар ғой, біз барлығымыз бірдей мал баққан кочевниктер емеспіз. Бізде тұрақты қалалар болды. 100-ден астам қала болған. Қазақ Жібек жолының жанында, үш жерді нақтылай кетейікші. Қазақстанның даласында. Қазақстанның қазіргі территориясына жататын жерде 100-ден астам үлкен қала болған. Ол жаңа айтқандай, сол қалалар, мысалы Европадағы қалалардың көлемі 15-20 мың тұрғын болатын болса, мына жақтағы тіпті Атыраудың жеріндегі Сарайсық почти 100-ге жақындаған. Оны мен емес, біздің қазақты емес, мына Ресейдің ғылым академиясының ғалымдары айтып отыр. 100 мыңға жуық тұрғын тұрған. Үлкен қалалар болған. Ол қалалардың ішінде түрлі храмдар, түрлі діндердің, жалғыз бір емес, мешіттердің саны көп болған. Ауқатты адамдардың ауласында бассейндер болған. Негізі ойлап түсініп ойлансаң, фантастика нереал ғой, бірақ документ, археологиялық раскопкілерден айтып отыр. Общий банялар болған, көшеде общественный туалеттер болған. Почтаның өзі Европадан келген кезде, ана Ұлы Жібек жолы енді үлкен сауда жолы ғой. Сол кезде бүкіл әлем сол арқылы өткен кезде әрбір 15-20 километр сайын караван сарайлар болған. Гостиницалары, жаңағы керекті қамтамасыз ететін. Вот сондай бір үлкен территорияны басқара алатындай әкімшілік жүйесі болған, басқару системасы. Ладно, біз Алтын Ордадан әрі қарай Түркіге кеткеннің өзінде Европаның жаңағыдай елшілері келіп, парсылардікі болсын, европалықты түркінің қағанына келген кезде шок болған. Үлкен алтын жалатылған шатырда, үлкен бір неде жаңа маңдай киім киген, қолында андай нәрсе, отырысы былай, бәрін суреттеп жазған кезде шынымен ойлайсың, шын ба өтірік па деген сияқты. Бірақ ол документ шын. Біз соны қабылдағымыз келмейді, потому что біздің санамызға қия берді. Ол генетикалық тұрғыда. Бірақ әрбір халық өзінің табиғатын ұмытпау керек. Біздің табиғатымыз бөлек. Соны қайтаруымыз керек. Жаңа қасқыр мінезге қайтарылады да барлығы. Алтын Орда дәуірін фильмдер түсіруін мен өткен жаңа Ерлан Карин деген ағамыздың сол фильмге қатысты айтқан пікірін көрдім. Өте қуандым. Біздің ішкі кухня уже түсінді дейді. Кімнің не, қайсының бізге қатысы бар, біз оята алдық фильмдер. Енді біз әлемге көрсетуіміз керек. Біз кезінде Лениннің сызып берген халқы емес, біз ойлап тапқан көп шовинистер айтып отыр ғой, анаған да өзбекке де қырғызды вас придумали. Біз әлемге дәлелдеуіміз керек осы фильм арқылы. Біздің мақсатымыз сода, біз соны істей аламыз ба, істей алмаймыз ба білмеймін, бірақ көрейік дейді. Мен іштей қуандым. Шынында да Алтын Орданың осы уақыт біздің түсіріп жатырған Алтын Ордадан бөлек тағы бір Алтын Орда деген үлкен сериал болды. Соны түсірді, бұрмалады, ішінде көрдім, иә. Біздің Алтын Орда мүлдем басқаса болады деп ойлаймын. Әлем ананы көрген кезде біз барынша соны тырысуымыз керек болады. Кейбір недоработкалар болғанда критиктер шығып маңырамай, керісінше мен ойымша әлемдік деңгейге шынында да көрсететін уақыт келді. Себебі осы уақытқа шейін бізді бір жайский деп ойлады ғой енді. Кеше Тоқаев құрылтайды дейді. Иә, біздер жайский емеспіз, бірақ енді асыра мақтанбай ақ қойыңдар, басқалардан кем емеспіз. Біз уже кем емеспіз деген өргенге жеттік.
Сондықтан басу керек. Алтын Орда ол біздің территорияда болған нәрсе. Мгм. Ақ Орда бізде әлі күнге шейін президент резиденциясы Ақ Орда деп аталынады. Оның бәрі бекерден емес, егер оның бәрі Моңғолдан келетін болса, оның бәрі сояқта тұратын еді, мынаяқта емес. Моңғолдың жалпы өзінің конституциясында жазып берген сол қазақ тұрар рысқұлов емес па деген сұрақ қой негізі түпкі тамырында келетін болсаң. Енді қара азеке. Сондай бір қызық нәрсе болған ғой, сол тұрар рысқұлов Моңғол Халық Республикасы құрылып астанасын сайлау кезінде сол рысқұловты шақырған, рысқұлов барған, ана жерде енді жаңағы не дейді, жаңағы Батыр қаласы. Батыр қаласы Шыңғыс ханның мекені деген бағытта қоямыз. Батор Сато деп қоямыз қаланың атын дейді. Батор Сато, Батырдың қаласы. Енді анан бұрмалап атқан көріп тұр ғой, енді қазір кетсе кетіп қалады. Айтқан жоқ, давайте біз Улан Батор деп қояйық. Қызыл Батырдың қаласы деп. Түсің бе, жаңағыдай қайтарып алған ғой, бұрмаламай. Оның бәрі де бекерден емес. Рысқұлов босқа жаны ашыған жоқ. Әрине. Енді бір саған соңғы сұрағым болсын, Шазеке. Идеологияға қарсы тұру үшін идеология керек. Мысалға, жаңа өзің айтып өттің, 70 жыл бойы, жүздеген жылдар бойы бізге біз болмағанда сендер кім едіңдер, жоңғардан сендерді құтқарған біз, адам қылған біз, қалаларыңды, үйлеріңді салып берген біз, оқуды, жазуды, сызуды үйреткен біз, әйтпесе жүрер едіңдер осы күнге дейін жаңа киіз үйдің артында деген дүниелерді біз естіп келдік. Және сол пропаганданы, сол идеологияны бізге құйды. Мынау Алтын Орданың идеологиясын толыққанды зерттеп, толыққанды елімізге, халқымызға беретін болсақ, менің ойымша, ана идеологияға қарсы тұратын дүние болатын сияқты. Дұрыс айтасың. Енді бізде кеше өткенде бір спор болды ғой. Алтау ала болса ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса төбедегі келеді. Сол мақалдың қазақ значениясын ұмытып қалған мәнін. Түсінбейді уже не зат ол. Біреулер жағы ана жаққа мына жаққа бұрмалап жатыр екен. Мен жеткізіп бердім, өте бір мықты қаралымдар жинай бастады. Алтау ала болса деген алты алаштың ауызбіршілігі. Егер алты алаш бір-бірімен қырқысатын болса, біз ауыздағы кетеді. Ауыздағы деп отқан мына сырттағылар. Ол сырттағылардың бәрі сол дәуірде бізге бағынышты болды, салық төлеп жарлықтарын алып отты. Егер біз мына алты алаш бір-бірімен ұрысып қалсақ, кетіріп аламыз. Берекет кетеді. Төртеу түгел болса, денсаулығың екі қол мен екі аяқ төртеу деп отыр. 12 мүшең бар, төртеуі бар. Екі қол, екі аяқ. Сол мағынасын ұмытып қалған елге айналып қалдық. Алтын Орда дәуірінде сол алты алаш болды. Алаш болғанда, алаша хан болғанда деп біздер әлі күнге шейін бір жыр дастандарда айтып жүрміз. Азамат, рахмет үлкен.